Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге ересектерде балаларда қатты жақсы көретін хаттаманың рецебімен бөлісемін. Өте қарапайым және бір жасағаннан керемет шығатын рецебі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз және де жылы суымызды құямыз. Міндетті түрде жасап жатқанда бөлме температурасында болуы қажет барлық заттарымыз. Кішкене ғана тұзымызды және бір шай қасыққа толтырмай ашытқымызды жақсылап салып, вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне осылай ұнымызды саламыз. Ұныңызды илектен өткізбесеңіз де болады. Осылай аз-аздан салып, алғашында қасығыңызбен араластырып, ары қарай қолыңызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ешқандай түйіршіктер қалдырмай, осылай жақсылап илеп, бетіне салафан немесе пищевой пленка салып, 20 минутқа, жарты сағатқа кішкене тындырып қалдырамыз. Қолыңызды майлап аламыз да, видеодағыдай қамырды барлығына осылай әдемілеп жағып шығатын боламыз. Столымызға түсіріп алып, жақсылап иі қанғанша қолымызбен жақсылап басамыз. Сонан соң осылай 4 бөлікке теңдей етіп бөліп алыңыздар. 6 бөлікке бөлсеңіз де болады. Бірақ та мен 4 бөлікке бөліп, осылай әрқайсысын кішкентай қамыр қылып жасап алатын боламыз. Бұл қамырларымызды да бетіне целлофанымызды жауып, және де жылы шүберекті жабуды ұмытпаңыздар. 10 минутқа тындырып қалдыратын боламыз. 10 минут өткеннен кейін осы қамырларымызды жақсылап қолыңызбен әдемілеп басып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай төртеуі де бірдей болуы қажет. Ендігі кезекте қамырларымызды ұн себе отыра жаятын боламыз. Әуелі екі қамырды осылай арасына целлофан салып, бөлек жерге алып қоямыз, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Қалған екі қамырды осылай жайып шығатын боламыз. Міндетті түрде ұнды молынан сеуіңіздер. Өйткені екі бірдей қамырды бірден илейтін болғандықтан оқтауымызға жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан ұнды барынша молырақ сеуіңіз қажет. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда өте оңай неше түрлі үй жағдайында жасалатын нандардың рецебі бар. Дәл осы видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Мінекей, ең бірінші қамырымды жайып алдым. Осылай қатты қалың немесе қатты жұп-жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Одан кейін 72%-дан тұратын сары майымызды осылай ерітіп, щетканың көмегімен қамырымызға жақсылап жайып шығатын боламыз. Кішкене кепкеннен кейін бетіне дәл осындай размерде болатын қамырымызды бетіне әдемілеп оқтаудың көмегімен салып шығамыз. Оның да үстіне сары майымызды жақсылап жағып шығамыз. Әр қамырды салған сайын ортасына осылай май жағуды ұмытпаңыздар, және де бір-бірінен үлкен болып кетпеуі қажет, барлығы бірдей көлемде болуы қажет. Ең соңында қамырымызды саламыз. Қамырымызды салғаннан кейін видеода көріп тұрғандай шеттерін азғантай қайырамыз. Екі жағындағы шеттерін осылай бір-біріне беттестіріп қайырып, дәл осы видеодағыдай жасайтын боламыз. Міндетті түрде тағы да кішкене майлап жіберуді ұмытпаңыздар. Хаттамаңыз қытырлақ әрі өте дәмді, қатбарлы болып шыққанын қаласаңыз, міндетті түрде 72-82% сары майды қолданыңыз. Барлығын жақсылап орап болғаннан кейін, видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан пышақпен кесіп, қамырыңызды созып жіберіңізде, қолыңызбен әдемілеп орап шығыңыз. Осы жерде бір-бірден орап, екі күлше нан жасасаңыздар да болады, яғни екі қатпарлы нан жасасаңыздар да болады, бірақ та мен үлкен біреуін жасайын деп шешіп, осылай екеуін қосып жібердім. Орап болғаннан кейін қолыңызбен жақсылап басып, осылай созып шығамыз. Оқтаумен де жан-жағына қарай осылай созып шығатын боламыз. Пергамент қағазымыздың үстіне салып, бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом сізге ұнап, пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақша YouTube каналының алдыға қарай жылжуына сәл де болса өз үлесіңізді қосыңыз. Бетіне міндетті түрде күнжіт сеуіп, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің хаттама нанымыз пісті, осылай қызарып, өте дәмді болып шығады. Иісі бүкіл үйді алып жатады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін.
Піскен кезде өте ыстықтай жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Қытырлау, осылай ортасы өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын.